Егер үнемі әр нәрсені ойлап, өзіңді қоярға жер таппай жүрсең, онда бақытты болып, өне бойлы жайлылықта тұруым керек. Бәрі мен ойлағандай болу қажет деген ойдан арыла алмайсың. Бұл ауру. Ол сені тірідей жеп қояды. Сен әр бақытсыздықты әділетсіздік, әр қиындықты сәтсіздік, әр ыңғайсыздықты қорлау, әр келіспеушілікті сатқындық деп қабылдай бастайсың. Басыңның қауашағындай кішкентай тозағыңа қамалып, күмән мен мақтан отына шыжғырылып, тозақ-тозағын айналып жүре бересің. Адамдардың көбі бәріне қол сілтей салатын адамды елестеткенде, еш нәрсемен шатағы жоқ, теңіздің суы тобығынан да келмейтін, жер қозғалса да қозғалмайтын адамды елестетеді. Ештеңеге таңғалмайтын, ешкімнің алдында бас имейтін жанды көз алдына келеді. Еш нәрседен эмоция сезбейтін және маңызын түсінбейтін адам психопат. Ал сен неліктен психопатқа еліктегің келеді? Түсінсем бұйырмасын. Сонымен бәріне қол сілтеу деген нені білдіреді? Бұл мәселені анықтауға көмектесетін 3 қулықты қарастырайық. Номер 1 қулық. Қол сілтеу немқұрайлықты білдірмейді. Бұл өзгеше бола отырып өзіңді жайлы сезіну. Мұны кеңірек түсіндірер болсақ, немқұрайлылықта, таңырқауда лайықты ештеңеде жоқ екенін аңғарасыз. Енжар адамдар жарымжан әрі қорқақ болып келеді. Олар диван комментаторлары мен интернет тролльдер. Шындығында немқұрайлыларды ештеңені елемейтіндер көрінеді. Оларға сыртынан жұрттың не дейтіні маңызды емес. Мәселен, шашы туралы кімнің не ойлайтыны бәрібір. Сондықтан көркіне қатты мән беріп, шашын жуып, тарап күтпейді. Өздерінің идеясы туралы да елдің ой пікіріне пысқырғаны бар. Сол себепті мысқыл мен тәкаппарлықтың артына жасырынады. Өздеріне басқа жанды жолатуға қорқады. Сол үшін өзінен басқа ешкім түсінбейтін, проблемасы бастан асып жатқан сондай бір ерекше, ешкімге ұқсамайтын адам сияқты сезінеді. Бейжай адамдар айналасынан және өз таңдауынан салдарынан қорқады. Міне сол себепті олар ешқандай мағыналы таңдау жасамайды. Өздері қазып алған сұп-сұр эмоциядан ада шұңқырда өзін-өзі аяп, жегідей жеп, уақыты мен энергиясын сарп ететін өмірден қашып, осылай жасырынып жатады. Өйткені өмір жайлы жасырын ақиқат осы. Бәріне қол сілтеп, еш нәрсені елемеу деген ұғым атымен жоқ. Әйтеуір бір уайымның іштей жегідей жейтіні анық. Бұл адамның физиологиялық қажеттілігі. Үнемі бір нәрсеге алаңдаулы болады. Демек, немқұрайлы бола алмайды. Онда мынадай заңды сұрақ туындайды. Сонда неге алаңдаймыз? Біздің не шатағымыз бар? Қандай таңдау жасаймыз? Ақыр соңында маңызсыз нәрсеге қалай қол сілтей салуға болады? Анам жақында ғана жақын досының кесірінен қомақты ақшасынан айырылып қалды. Егер маған бәрібір болса, онда иығымды қиқаң еткізіп, Моккадан бір ұрттап алып, The Wire маусымының басқа сериясын көруге кірісер едім. Кешір апа. Бірақ оның орнына мен ашуландым, долдандым. Ақырында былай дедім. Жоқ апа, біз қорғаушы тауып, әлгі оңбағаңның сазайын береміз. Неге? Өйткені маған бәрібір емес. Керек болса ол жігіттің өмірін тас-талқан етем. Бұл бірінші қулықтың бейнелі көрінісі. Біз Марк Мэнсон бәріне қол сілтеп кете алады дегенге, Марк Мэнсонға бәрібір дегенді меңзейміз. Ол мақсатқа барар жолында жатқан сәтсіздікке қол сілтеп өте шықпайды. Жүріс-тұрысы, дұрыс адамның кейбір әрекетіне ашуланады дегенді айтпақпыз. Айтайын дегеніміз, Марк Мэнсон дұрыс деп санағандықтан өзі жайлы үшінші жақта жазады. Ел не ойласа да, оған бәрібір. Оған шынымен бәрібір. Міне керемет деген осы. Жоқ, мен топас емеспін. Қиындықты еңсеру дегеніміз ерекше болуға дайын болу. Аласталу, пария болу. Осының бәрін біреудің жеке құндылығы үшін істеу.
сәтсіздікке қасқая қарау және оны көзге шұғып көрсету. Қиындық пен сәтсіздікке немесе ыңғайсыз жағдайға қалғаныңа не болмаса қуығы ұстамай төсекке бірнеше рет жіберіп қойғанына еш қысылып қымтырылмайтын жандар жай ғана күліп, кейін өздері сенген нәрсені істейтін адамдар. Себебі олар осылай дұрыс деп есептейді. Мұны өздерінен де, өздерінің сезімдері мен эгосына да маңызды екенін біледі. Ондай адамдар өмірдегі барлық нәрсеге емес, маңызы жоқ дүниеге бірақ ауыз сөзбен құрып кетсін дейді. Жүйкесін шынымен маңызды нәрсеге сақтайды. Достарына, отбасына, мақсат мүддесіне, бурритоға, кездейсоқ жайттарға, кейде тіпті соттасып қалатын жағдайларға сақтайды. Әйткенмен олар жүйкесін мағыналы да маңызды деген нәрсеге сақтап жүргенде, басқалар бұларға қолын бір сілтеп өте шығады. Себебі бұл өмір жайлы тағы бір кішкентай ғана арсыз ақиқат. Басқалардың мазағына қалып масқара болмайынша, кейбіреулердің өмірін өзгертер жан бола алмайсың. Иә, ол сенің қолыңнан келмейді. Немесе әрдайым кедергілерге кездесесің. Қайда барсаң да қорқыттың көрі деген сөз тура сенің сәтсіздігіңе қатысты айтылғандай. Қайда барсаң да қазулы көр алдыңнан шығады да отырады. Бұл қалыпты жағдай. Мәселе бұдан қашу емес, өзіңе ұнайтын көрді табу. Номері 2 қулық. Қиындықты елемес бұрын, ең әуелі одан да маңызды бір нәрсеге қолыңды сілтеп, санаңнан сызып тастауың керек. Өзіңді азық-түлік дүкенінде тұрмын деп елестет. Егде жастағы әйелдің 30 центтік купонын қабылдамаған үшін кассирге айғайлап жатқанын кездейсоқ куәсі болып қалдың делік. Не болды сонша? Бар болғаны 30 цент қой, тіпті сөз етуге де тұрмайды. Соны қозғамаса болмай ма мына әйел? Міне, бірден осындай ой келуі мүмкін. Енді мұның себебін түсіндірейін. Бұл әйелдің күн ұзаққа үйінде отырып купон қиғаннан басқа айналысатын ісі жоқ шығар. Өзі қартайған, оның үстінде жалғыз басты, ал санасыз балалары ешқашан келіп қал жағдайында сұраған емес. Жан жылулығынан бөлек тән жақындығын алмағанына, еркекпен жақындаспағанына 30 жылдан асқан болар. Белінен шаншу қадалғанда жел шығара алмай қиналатыны тағы бар. Зейнетақысы өлместің күніне әрең жетеді. Ал ол өзін ертегілер елінде елестетіп, жаялықта жатып өлуі де мүмкін. Сол себепті де купондарды қиып, ермек ететін болар. Бары да, нары да сол, өзі және құрып кеткір купондары. Басқаға бас қатырмайды, уайымдамайтын ештеңесі жоқ. Сондықтан да бетін безеу басқан 17 жастағы кассирдің купонды алғысы келмей, касса аппаратының тазалығын, сұлу бикештің пәктігін қорғаған рыцарь секілді қызғыштай қоруы кейуананы ашуландырмайды деп ойлайсың ба? 80 жылдың ашу ызасын бір мезетте шығарып, біздің кезімізде ертеректе үлкендерге құрмет көрсетуші еді деген сыңайдағы адамгершілік принциптері туралы сарнай жөнеледі. Мазасыздығын жазғы лагердегі балмұздақ секілді таратып тастайтын адамдардың проблемасы, олардың басқа айналысатын шаруасы жоқ. Егер уайым қайғының жоқтығынан түкке тұрғысыз жайтты қиындыққа балап, яғни көрінген нәрсеге Фейсбуктегі парақшасына бұрынғы жігітінің қойған жаңа суретіне, теледидарды қашықтан басқару пультінің батареясы неліктен тез отырғанына, тіпті 2-1 бағамен сатылып жатқан қол жууға арналған гелді алуға үлгермей қалғанына өкініп, сары уайымға салына беретін болсаң, онда сенің уайымың шынында да жоқтың қасы. Міне сендегі нағыз проблема осы. Қандай да теледидар пультті қол жууға арналған гелде емес, уайым қайғының жоқтығы. Бірде бір суретшінің егер адамда ешқандай проблема болмаса, санасы автоматты түрде оны ойластыратындай жол табады деген естігенмін.
Меніңше адамдардың көпшілігінің әсіресе көзі ашық, көкірегі ояу, ақ нәсілді орта тап өкілдерінің өмірлік қиындығы шын мәнінде сарыуайымға салынып, көңілін күпті етер үлкен проблеманың болмауының жағымсыз әсері сияқты. Бұдан шығатын қорытынды өмірдегі маңызды әрі мағыналы нәрсені іздеу. Бәлкім, уақытың мен энергияңды барынша тиімді пайдалануда жатқан болар. Себебі сен егер ода мағыналы кәсіп таба алмасаң, мәнсіз, ойсыз себептермен жүйкеңді босқа тоздырасың. Номер 3 қулық. Түсінсең де, түсінбесең де өзің біл. Бірақ нені уайымдайтының тек өзіңе байланысты. Бәріне қолды сілтей салу туа бітті қасиет емес. Керісінше, біз бәріне кінәмшіл болып дүниеге келеміз. Мәселен, қалпағының түсі өзі қалағандай көк түсті емес екеніне жер тепкілеп жылап жатқан кішкентай баланы көріп пе едің? Әлбетте көрдің. Жылап одан әрі түптеп келгенде қалпақтың түсі балаға неге керек? Жас кезімізде жаңаның, жылтырағанның бәрі көз жауын алып, маңызды секілді көрінеді. Сол себепті де әрбір ұсақ түйекке мән береміз. Ал бір нәрсе көңілімізден шықпаса, жатып кеп ашуланамыз. Біз бәріне жұрттың өзіміз жайлы айтқан әңгімесіне, әлгі сүйкімді баланың хабарласпағанына, шұлығымыздың сыймай қалғанына, тіпті болмаса туған күнге безендірілетін шардың түсі қандай болатынына дейін уайымдап, жүйкемізді жұқартамыз. Жасымыз ұлғайып, тәжірибе жинақтаған сайын мұндай ұсақ түйектердің көбі біздің өмірімізге ұзақ мерзімді ықпал етпейтінін аңғара бастаймыз. Кезінде айтқан сөзін соншалықты көңілімізге жақын қабылдап, бізді қайғы-мұңға батырған адамдар қазір өмірімізде жоқ. Сол кездегі жүрегімізді жаралап, бетімізді қайтарған сәттердің соңы шын мәнінде қайырлы болып шықты. Адамдардың біздің өміріміздегі елеусіз жағдайларға назар аудармайтынын, өзіміздің де оларға өмір бойы жабысып қалмайтынымызды түсіндік. Енді біз кез келген мәселеге бола алаңдап, уайымдамайтын боламыз. Бұл кемелдену деп аталады. Кемелдену адам шынымен уайымға тұрарлық маңызды мәселеге мазасыздануды үйренгенде пайда болады. The Wire фильмінде Бэнк Морланд өзінің серіктесі детектив Марк Нетилге былай деген: бәрін елемей, қолыңды бірақ сілтеп жүре беру керек болғанда, уақыт созып жүріп алсаң, міне салдары осылай болады. Кейін жасымызға жас қосылып, орта жасқа аяқ басқанда тағы бір қырымыз өзгере бастайды. Біздің энергия дегеніміз төмендеп, енді жеке тұлға ретінде нығая түсеміз. Бұл тұста кім екенімізді нақты білеміз, және өзімізге ұнайтын кейбір кемшіліктеріміз бола тұра, біз өзімізді сол қалпында қабылдаймыз. Бір қызығы, ол еркіндік береді. Біз енді көрінген нәрсеге уайымдап, жүйкемізді жұқарта бермейміз. Өйткені бұл өмір. Өмірдің ой шұқырын сол күйінде қабылдаймыз. Обыр ауруының емін ешқашан таба алмайтынымызды, айға ұшып бармайтынымызды, Голливуд сұлуы Дженнифер Энистонның әдемі анарынан сипау біздің маңдайымызға жазылмағанын түсінеміз. Түсінеміз де соған көндігеміз. Онда тұрған не бар екен? Сол үшін сарыуайымға салыну керек пе? Өмір жалғаса береді. Есесіне біз отбасымыз, жақын туыстарымыз, гольф ойыны секілді өмірдің басқа да маңызды жақтарына көбірек көңіл бөле бастаймыз. Осы жеткілікті десем, таң қалатын шығарсың. Әйткенмен, қажеттілігімізді бұлайша жеңілдету шындығында бақытқа кеңелтеді. Біз енді тіпті әлгі Маскүнем Буковскийдікі де жөн шығар деп ойлап бастаймыз. Сонымен, Марк бұл кітап өзі не жайында? Бұл кітап бізге өмірде ненің маңызды, сол сияқты ненің екінші кезекке ығыстырылатынын жақсылап түсінуге көмектеседі. Бүгінгі таңда біз кейде бәрінің кері кеткенін түсінбейтін психологиялық эпидемияға тап болдық деп есептеймін. Бір қарағанда бұл интеллектуалды жалқаулық
секілді естілуі мүмкін, бірақ оның өмірлік маңызы бар екеніне уәде берем. Себебі біз кейде бірдеңе дұрыс болмай, көңілімізден шықпай жатса, соған түйсігімізбен өзімізді кінәлай бастаймыз. О баста өзімізде бәрі дұрыс болмаған секілді сезініп, 40 жұп аяқ киім сатып алып, немесе сенбінің кешінде ксанаксты шараппен қосып ішіп, не болмаса оқушылар таситын автобусты атқылап, мүмкін болған барлық суперкомпенсацияны асыра пайдалана бастаймыз. Жатқылық көрсетуге болмайды деген сенімнің тамақ тұзағына айналып кеткені сонша, қазіргі мәдениетте үстемдік алып кетті. Бірақ кейде қойш құрсын деп елемей қоя салу керек. Өмірде өзің күткен нәрселерді қайта қарап, ненің маңызды, ненің маңызсыз екенін түсіну қажет. Ондай қабілетті тудыру практикалық кемелденуге алып келеді. Мен сондай ғажап, ләззатқа толы мәңгілік шаттық пен барлық қайғы мұңның аяқталуын айтып тұрған жоқпын. Маған қазір ол қызық емес, практикалық даналық, қайғы қасіреттен қашып құтыла алмайтыныңа мойынсыну. Не істесең де, бұл өмір сәтсіздік пен жоғалтудан, өкініш пен тіпті өлімнен тұрады. Өмірдің өзіне лақтырған барлық қоқысына көнген кезде сенің рухыңды ешкімде, еш нәрсе де сындыра алмайтын болады. Әрі-беріден соң қайғы мұңды жеңудің жалғыз әдісі оны көтере білу. Бұл кітап сенің қайғың мен проблемаңды азайтпайды. Мен оны жеңілдетуге тіптен тырыспаймын. Көрдің бе? Саған ақиқатты айтып отырмын. Сондай-ақ ұлылыққа апаратын қандай да бір нұсқаулыққа да жатпайды. Олай болуы мүмкін емес. Себебі ұлылық дегеннің өзі ақылдың иллюзиясы, тұтас ойластырылған мақсат һәм сенің жеке психологиялық атлантидаң. Керісінше кітап сенің қайғыңды қаруға, жарақатыңды күшке, ал проблемаларыңды біршама күрделі мәселеге қалай айналдыруға болатынын көрсетеді. Мұның прогрестен несі кем? Қолыңдағы кітапқа қайғымен күресудің нұсқаулығы деп қарасаң да болады. Өйткені ауыр бейнетіңе қарамастан, жеңіл өмір сүруге, қорқынышыңды жеңіл, еркін болуға, сонымен қатар жүрегіңді сыздатқан мұң шеріңе көндігіп, күліп жүруге үйретеді. Бұл кітап белгілі бір жетістікке қайтып, қалай қол жеткізуге мақсат тұтпайды. Керісінше қолдағы барыңнан айырылып, ескі құсқыңмен қоштасудың жаңа өмірге жол ашатыны жайында. Яғни өміріңе жаңаша көзқараспен қарап, мазасыздықтан арылудың жолын көрсетеді. Көзіңді жұмда, құдды бір биіктен құлап бара жатқандай өзіңді артқа, кейінге қарай тастап жібер. Сен бос кеңістікте құлдырап бара жатсың. Міне, сол құлдыраудан қалай дін аман қалуды және қандай да бір әрекетке тырыспай-ақ уайым қайғысыз өмір сүруге болатынын үйретеді.